қандай ағым шықса да ол дәстүрге, әдет ғұрыпқа қарсы болады. Мысалы үшін таблиғ жамағатында ұстанатын адамдар да мысалы үшін Наурыз мерекесіне, көже деген сияқты нәрселерге қарсы болады. Бірақ бұлар неге қарсы деп келеді ғой енді? Себебі бұлардың сенімдерінде ақидалық жүйе дұрыс қалыптаспаған. Жалпы бұл таблиғ жамағаты негізі өзі екіге бөлінеді. Бұлар ішінде яқин-инкар деген бар, бұлар қатты кеткен, яғни радикалды. Жалпы неге таблиғ жамағатын біз радикалды топтардың қатарына кіргіздік? Себебі бұл жерде қоғамға оның тигізетін зияны өте көп. Біріншіден, отбасыға зиян тигізеді. Неге? Өйткені бала шағасын, әйелдің өзіне қарап отырған отбасын аш-жалаңаш тастап 3 күндік, 7 күндік, 40 күндік және 4 айлыққа шығу керек деген өздерінің міндеттемелері бар. Дағуат жасаймыз, дінге шақырамыз деген сияқты, калиманы үйретеміз деген сияқты қағидаларды ұстанып алған. Қоғамға зияны бар деп жатамыз. Ол қоғамға зияны қандай? Олар нақты өздерінің сенімдері, нақты өздерінің жолдары болмағандықтан жолдан қосылатын вахабизмге бірден ертіпті. Радикалға кетіп жатқандығының, яки болмаса бала шағасын аш-жалаңаш қалдырып кетіп жатқандығының барлығы бұл білімсіздіктен. Өйткені бұл таблиғ жамағатының барлығы білім алуға, ғылым ізденуге, Құран оқуға, немесе аяттардағы яки болмаса хадистегі нәрселерге, мәтіндерге толығымен ой жүгіртпейді бұлар. Ең алғашқы Құранның түскен аятының өзі ол құлшылық ибадат жаса, Аллаға мінәжат қыл деген жоқ. Ең алғашқы түскен Алақ сүресіндегі 5 аят ол пайғамбарымызға оқу жайында түсті. Міне ислам дегеніміз біздің ол оқу білімді, ғылымды үнемі ізденісте болуды талап етеді. Жалпы біздің қазақи салт санамызға, әдет ғұрпымызға қарсы келетін кез келген топтарға қарсы жалпы халыққа иммунитет қалыптастыруымыз керек. Ата-бабамыз ұстанып келген осы ханафи мазхабын біз әлі де дәріптеуіміз керек. Бұл негізі қарайтын болсақ, біздің ханафи мазхабы атам қазақ сан ғасырлан бері ұстанғандықтан дін мен дәстүр екеуі бірге сабақтасып келіп өзен болып ағып